Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериалдың арнасына қош келдіңіздер. және де сіздермен бірге мен Мадияр Пернева. Бүгін біздің видеомыз ерекше болады. Ешқандай обзорымыз, ешқандай тюнинг емес, ешқандай проект емес. Бүгін мен сіздермен кішігірім әңгіме дүкен қозғалып жатырмын. Яғни сіздермен ақылдасатын дүние бар. Қазір видеосын тоқтап айта кетемін. Алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқанда құрметті көрермендер, менің былай видео шығарып жатқан жайымның себебі тікелей біздің каналға байланысты. Құдайға шүкір, мінекей қазір каналда 100 мың подписчикке жеттік. Естественно, 100 мың подписчикке жеткеннен кейін YouTube'тың өзінің берген сыйлығы күміс кнопкасында заказ беріп алдық. Қазір бізге келді. Сіздерге обзор жасап көрсететін боламын. Алдымен достар, видеомызды басталмас бұрын сіздерге бір кішігірім жаңалық айта кетейік. Қазір достар, 1xbet менің достарым арнайы сіздер үшін керемет реферальный программа ойлап тапты. Ол өте оп-оңай. Төмендегі бекітілген комментарияда сілтемеге кіресіздер. Менің промокодымды жазып тіркелсеңіздер, сіздерге сілтеме беріледі. Сол сілтемені сіздер достарыңызбен бөлісе отырып, сіздер золотой карточка аласыздар. Онда золотой карточканың үшеуін жинасаңыздар, сіздер 30 ойынға қатыса аласыздар. Ол жақта призовой фондтар LG 4K телевизор, PlayStation 5, iPhone 15, 16, тіпті Apple Watch Ultra, AirPods Max деген сияқты гаджеттерді жеңу мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан да баршаға сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз керек. Жалпы айтқанда құрметті көрермендер, жалпы енді тақырыпқа көшсек, осы каналға новыйдан қосылып жатқан подписчиктердің көбісі түсіне бермейді. Неге? Сериал каналдың аты. Ол неге де біреулер интерес қолап видеоны толықтай қарайтын болса, мүмкін түсінеді, ал кейбіреулер бірден сұрақ қояды. Бірақ неге каналдың аты Сериал, не мағына береді деген сияқты. Сондай сұрақтарға вообще жалпылама бір жауап бергім келіп тұр. Достар, жалпы Серия Волк деген каналдың аты баяғыда менің Серия Приорам болған. Соның құрметіне мен ойлаған баста бұл каналды тек қана сол Серия Приораны проектте ұстап отырып, тек соны ғана түсіремін. Сол себептен бұл каналдың аты сол машинаға берілген деген мақсатта ашып түсіріп жүрген болатынмын. Енді достар, былай қарасақ, адамның да бір орнында тұра бергенде негізі дұрыс емес. Алдыра жылжи беру керек. Уақыт өтті, проектте өз мәресіне жетті. Өткен жыл 2023-те Алланың қалғанымен проектті біз бітіріп, ойнатып, өз жаңа егесіне табыстаған болатынбыз. Кішігірім сол кезде де бір арманым бар еді. Ертең Құдай қаласа осы каналды, осы машина қолымда кезінде тез 100 мың жеткіземін да, Серия Волк машинаның қасында Серия Волк деген кнопкамды алып, екеуін бетперіске фотоға түсіріп, видеоға түсіремін деген кішігірім арман болған, негізі мақсат болған. 100 мыңға кішкене қалған кезде машина ойнатылып кетті. 100 мыңға жетіп күміс кнопкамызды алдық десек те, мен өзінің алғашқы махаббатым Серия Волкқа адал болғаннан кейін кнопкамның атын Серия Волк деп заказ бердім. Мінекей сол кнопкамыз бүгін келді. Сіздермен бірге қазір распаковка жасаймыз, ашып көрсетеміз. Ішінде не бар, не жоқ, не өзгеріс бар екен, қазір бірге тамашалайтын боламыз. Опа! Так, достар, мінекей біздің серия кнопкамыз. Сразу айтайын, бірден байқаған достар, қараңыздаршы, коробкасының өзі. Міне, қазір кнопканың коробкасымен бұрынғы кнопкамды қараңыздаршы. Бірден көзге түскені, бірден мен қолыма ұстаған кезде, даже мыналарға қарамай тұрмын, сразу айттым. А чё, неге квадратный? Неге бой кішкентай болып қалған деген сияқты бір сразу байқаған болатынмын. Сөйтіп ішін ашып қарасам, размері кішірейген. Так, олай болса, ашқан кезде достар, бұндайына кейбір адамдар біледі, серия кнопкалардың ішінен не шығатынын, ал кейбір адамдар қызық, не бар, не жоқ деген сияқты. Сол себептен достар, сіздерге мен от первого лица көрсетейінші. Бірден ашқан кезде достар, алдымызда мынандай бір салфетка сияқты нәрсе шығады. Ертең алда уақытта кнопкаңыз кірленіп қалса, осы салфетканың көмегімен кнопкаңызды сүртіп отырасың деген сияқты ма? Короче, осындай салфетка сияқты бірдеңе. Типа сабын сияқты ма, салфетка сияқты ма, түсіне алмадым. Бірінші рет көруім әйтеуір. Одан кейін мына жерде мынандай бірдеңе жазып жіберіпті. You are honored бірдеңе, сөйдеңе түсініп болсаңыздар, өздеріңіз аударып аласыздар, түсінбей жатқан болсаңыздар мән бермеймін. Сосын достар, бізде келесі алдымыздан шығатын Regionalize your team. Жалпы YouTube-та жүретін болсаң, осындай нәтижеліге жетесің. Ол 100 мыңде бізде серия кнопка, 1 миллион подписчик жинасаң алтын кнопка, 10 миллион жинасаң бриллиантовый кнопка сияқты YouTube-тың нәтижелері, жетістіктері деген ғой. Сосын алдынан сертификат шығады. Сертификат болғанда YouTube-тың авторының жеке өзінің қолымен және де осындай блогерлерге жылы лебіз тілектері. Мына жер жазып кетіпті. Сенде 100 подписчик па? 1000-ақ па не? Жоқ, сенде 100 мың. Так что құтты болсын бауырым деген мына жерде жылы тілектері бар. Оны оқып, көп уақытты алмайық. Не де болса да жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Как положено, автор бізде Нил Мохан. YouTube командасы дейді. Және де келесі достар, бізде бетін андай губкамен жауып қойған, царапина болмас үшін деп қауіпсіздік бірінші орында. И біздің көптен күткен серия Волк
кнопкамыз. Арқасында бізде ештеңе жоқ, сондықтан да коробкасын қоя берейік. Кнопканың өзін пакетке салып жіберіпті. Опа, міне. Серий Волк. Көрініп тұр ма? For passing 100,000 subscribers. 100,000 оқырманға жеткенің үшін сенің жетістігің дейді. Қалай былай? Енді бұл кнопканы біз өзімнің YouTube жетістіктер қатарына осылай қосып қоямыз. Еді құттай берсеңіздер болады. Бізде 1 емес, 2 емес, 3 күміс кнопкамыз бар. Шақ, күміс кнопкам шектеліп қана қоймай, алдағы уақытта тағы да жоспарлар өте көп. Құдай қаласа ойын канал ашамыз деп отырмыз. Ол жақта ойын каналда да ертең 100,000 жеткен екен. Күміс кнопкамыз келеді. Әлі лайв каналымыздың 1 миллион подписчигі бар. Автоканалда 1 миллион жеткізіп жатсақ жаман емес деген сияқты жоспарлар өте көп. Ең басты сіздер бізбен бірге болып поддержка берсеңіздер, біз биік белгістерді бірге бағындыратын боламыз. Жалпы достар, каналдың атын өзгертуге келетін болсақ, енді қазір енді сериолог қасымызда емес қой, сондықтан да мен сериолог деп қалдырғым келіп тұрған жоқ. Жаңадан келген оқырмандар түсінбей қалмас үшін деп мен қазіргі жасап жатқан көліктеріме байланысы бар атқа ауыстырғым келіп тұр. Жалпы кішігірім мақсат орындалды. Сериологтың атымен 100,000-ға жеттік та, сериолог кнопкасын алдық. Енді мүмкін болып жатса, алдағы уақытта сериологты қазір қайда жүрген тауып, мүмкін екеуін бірге фотоға түсіріп, полиомет алдағы уақытта Инстаграмға шығаратын боламыз. Оны көре аласыздар. Толыққанды Инстаграм мен описание қалдырып кетемін, кіріп тіркеліп қойсаңыздар болады. Ал атын неге ауыстырасың дегендерге жауап. Қазіртінде енді үйде тұрып жатырық қой, жаңа Вестаны проекті істеп жатырмыз, Ниваны істеп жатырмыз, жаңадан қосылып жатқан оқырмандар сұрайды, брат, неге каналдың аты сериолог деп ше? Бұрыннан көретіндер түсінеді неге екен, ал жаңадан қосылып жатқандар түсінбейді. Сол әр оқырманға жеке-жеке жауап бергеннен гөрі дәл осындай бір видеоны сіздерге арнап отырмын. Жалпылама сұраққа бір ғана жауап. Бұрын менде болған Приораның құрметіне сериолог деп қойылған. Негізгі менің басты мақсатым канал ашқан кезде бір машинаға бір каналда арнап, тек қана осы сериологты осы каналда түсіріп отыра беремін деген ой болған. Уақыт өте келе жоспар өзгерді, тағы да проектке көліктер қостық, олардың да аттары басқаша. Енді барлық машинаға бірдей сериолог қоя бермейміз ғой. Алдыңғы жолы білесіздер, 2023-те сериологты өз мәресіне жетіп ойнатқан болатынбыз, жаңа иесіне табыстап жібердік. Қазіртінде қателеспесем, ол көлік Қостанай қаласына жүр. Менен кейін Қарағанды жеңіп алды, Қарағандыдан Балқаш сатып алды. Қазір Балқаштан бөлек Қостанай қаласына сатылып кеткен екен. Әйтеуір кейбір адамдар мен машинаны танып, фотоға түсіріп, мен отмететін Инстаграмға салып отырады да, маған сол жерден көрініп отырады машинаның қай жақта жүргенін көріп отыра аламын. Қазір кейбірде ақыл сымақтар шығады ғой, ачо брат, неғып ойнатып жібердің, неге өзімнен тұра бермеді деп. Бір жағынан ойлап қоясың да, кішігірім бір арман болды ғой баяғыда, тек қана Лада гараж жинап тастасаң деп ше, Приораң, Семеркаң, Ниваң, қазіргі Вестаң деген сияқты. Бірақ былай қарасаң, бір орында тұрып қалғанда қате сияқты да, алдыға қарап көшеге көтеріле беру керек сияқты, одан да биік белестерді бағындыра беру керек, тек қана бір Приора жүгірумен қатып қалмай, басқа да проекттерді істей беру керек деген сияқты ой мақсатпен Семеркамызды да Приораны да ойнатып жіберіп, қазіртінде мінекей Веста мен Ниваны проектте ұстап отырмыз. Айтады ғой, біздің жоспарымыздан жоғарыдағы Алланың жоспары мықтырақ екен ғой, сондықтан да біздің ойлағанымыз 100% бола бермейді. Біз тек қана армандап қана қоямыз, болды көріңіз. Жалпы айтқан құрметті көрермендер, бүгін біздің видеода басты айтқымыз келгені осы, екі теманы қозғай отырып сіздерге бір жауап беріп жатқан жайымыз бар. Бір жағынан енді басты канал ашылғандағы мақсатымызды көрсеттік, құдайға шүкір жеттік. Сериолог атымен сериолог кнопкасын алдық, жаңа тамашаладыңыздар, бағасын беріп кетесіздер. Енді бір жағынан каналдың атына өзгертуге келетін болсақ, достар, менде 5 түрлі вариант шығып тұр. Жалпы бұл каналдың мен өзімнің қазіргі істеп жатқан нәрсемді айтайыншы. Бұл каналда ең басты нәрсе Лада көлікке байланысы бар болу керек. Енді білесіздер ғой, біз тек қана Лада көліктерін обзорға проектте ұстап жатырмыз, Лада көліктерін тюнингойына Лада көліктерін обзорға түсіріп жатырмыз деген сияқты. Сондықтан бұл канал чисто Лада жайлы болғандықтан бірінші орында Лада стан деген бар. Яғни Қазақстан деген сөзінен стан деген сөзін алып, Ладаға қосып, Ладаның отаны деген сияқты ғой, короче. Лада стан деген вариант бар. Екіншісі достар, Лада Pro деген бар. Ладаның профессионалы деген сияқты мағынаны береді. Үшінші, Лада гараж деген бар. Чисто алдағы уақытта мүмкін Лада гараж жинап тастаймыз ба, проекттегі машиналарды қосып. Сондай кішігірім арманмен Лада гараж деген вариантты қосып отырып. Және де төртінші достар бізде Мад Лада деген бар. Яғни Мадиярдың Ладалары деген мағынаны береді. Және де ең соңғы бесіншісі Мад Авто деген бар. Бұл Мадиярдың машиналары деген сияқты ғой. Менің қолымнан жиналып отқан машиналар болғандықтан Мад Авто деген вариантты қосып отырмын. Жалпы достар, осы 5 түрлі вариант бар. Енді осы видеодан кейін сіздер тек қана видеоны жауап шығып кете ғана қоймай,
сообщество бөліміне өтіңіз деді. Каналдың атын ауысуға өз септігіңізді тигізіп, осы 5 түрлі варианттың біреуіне опросқа өз жауабыңызды басып кетсеңіз, қайсысына көп дауыс болады, сол атқа каналдың атын өзгертетін болады. Енді достар, серия оқып қатпағымыз деп тұрған жоқ. Сондықтан да достар, каналдың атын өзгеруіне өз септігіңізді тигізіңіз, сообщество бөліміне өтіп, өз дауысыңызды беріп кетіңіз. Олай болса, бүгінгі біздің видеомыздың басты мақсаты осы. Келесі жолы, келесі жаңа видеоны каналдың жаңа атымен көретін боласыздар. Сол себептен мені жоғалтпамаңыздар. Колокольчикті басып, подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Жаңа видео шыққан кезде бірінші рет тамашалайтын боласыздар. Ал енді достар, бүгінгі біздің видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, löпілдеріңізді аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана кездескенше аман сау болыңыздар.